Мен бір ағам болған. Сол ағам осындай Түркістанға келіп зиярат жасайтын болып шақырды мен, егер баратын болсам біз барайын деп жатырмыз, Дүембеге жүр деп. Содан деген қызық болды мына зиярат жасауға. Содан шығып ағалармен бірге зиярат жасадым. Сосын ол ағам айтты, сен енді бүгін енді қалжыңдап айттың ма, шынымен айттың ба білмеймін, бірақ сен бүгін түнде түс көресің деді. Сол көрген түсімді маған айтып бересің деді. Сол түсімде мен осы мына залдың ішінде, осы қазан бөлмесінің ішінде айналымда өте көп кісі бар екен. Солар кісілердің арасыменен жүріп, мен сол кісілерге бір осы тарих, сондай рухани, сондай уағыздар айтып жүрген елдің арасында. Қарап olsa бәлема жылдан кейін сол нәрсе түсім өңіме айналып, қазір мен осы қазанның айналасында келген кісілерге осы тарихта осы Ахмет Яссауидің ілімін таныстырумен жүрмін қазір. Менің есімім Садуақас Данияр Серікбайұлы болады. Мен осы Әзірет Сұлтан мемлекеттік тарихи-мәдени қорық музейінде экскурсовод болып жұмыс жасаймын. Кесене 14 ғасырдың туындысы Әмір Темір Көдеген бұйрығымен салынған. Ал ол уақытта мына Ахмет Яссауидің өзі 1166-та дүние салған кезінде бұл жерде 2 бөлмеден тұратын кішкентай кесене болған ғой. Бұның бәрі болған жоқ. Мына ғажап құрылыс болған жоқ. Ол уақытта қаланың аты Яссы болған, Түркістан емес. Бұл жерде сол уақыттарда бұл айтсақ болады, мына шығыс мұсылман әлемінің ең таңдаулы шеберлері жұмыс жасаған. Ол уақыттардағы мына құрылыс материал кірпіш қана ғой. Өлшемі 25-25. Басқа ешқандай бетон, ешқандай армированный техникалар жоқ ол уақыттарда, бетонды балкалар жоқ ол уақыттарда. Қалай жасаймыз? Сонда солай шешім қабылданады. Бөлменің үстіне, үлкен бөлменің үстіне ұсақ бөлмелер салу арқылы мына ғимарат биіктіктен көтерген. Бұл осы бөлмелердің сол қабырғалар бір-біріне қиылысу арқылы осында кесененің былайша каркасын жасап отырады. Құрылыс себебі Әмір Темір Көдеген 1405 жылдары Қытайға жорық алдында осы шамамен 1405 жылдары мына Отырар қаласында дүние салған. Сол уақытта ғимараттың құрылысы бітпей қалады. Сіздер қазір үлкен Ақсарай бөлмесіне келдіңіз. Үлкен Ақсарай бөлмесінде мына Ойсыпаның тұсында Түркістан қазақ хандығының астанасы болды ғой. Сол уақыттан бастап келел мемлекеттік мәселенің бәрі осы үлкен Ақсарайда талқыға салынған. Сосын бұл бөлмеде асхана бөлмесі бар. Асхана бөлмесінде мына Әмір Темір Көдегеннің бұйрығымен тамақ істеліп халыққа таратқан. Мұнда асхана бөлмесінде мына ошақтардың тұрған себебі осы асхана бөлмесінде осы аш алаңаштарға арнап тамақ істейтін болған. Жаңа халин ботқа жасайтын болған ғой. Сонда осында ошақтар сыртта да болған, іште де болған. Бұл енді қазір көріністегі ошақ жаңартылған ошақ, бұрындары осында ошақтар болған. Сонда тамақ істеп, аш алаңаш халықтың қарнын тойдыратын болған. Мынау қазан бөлмесінде тұрған тайқазан, сол тайқазан ол бірліктің символы. Түркістан түркі халықтың рухани ордасы, рухани қара шаңырағы. Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің қазақ жері топырағында болған біздер үшін өте үлкен мәртебе. Бүкіл түркі әлемі үшін, тек Қазақстан үшін емес, бүкіл түркі әлемі үшін.